Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникация қызметі ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Тақырыбы Батыс Қазақстан облысында жылыту маусымының өтуі туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикері Елдос Нұрланұлы Батталов, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары. Алаңымызға қош келдіңіз. Сөз сіздігіне өзіңізде мархабат. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Жалпы өрт жағдайы бойынша айтатын болсақ, 2026 жылғы жағдай бойынша облыс аумағында 20 өрт оқиғасы тіркелді. Соның салдарынан 2 адам қаза тауып, бірақ ішінде жарақат алғандар тіркелген жоқ. Өрттен келтірілген шығын анықталған жоқ. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өрттердің саны 2 жағдайға артып отыр. Тіркелген өрттердің жалпы санының 15-і тұрғын үй секторына тиесілі. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6 жағдайға артық. 2025-26 жылдардағы жылыту маусымының өтуі туралы. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы және мүдделі органдармен бірлесе отырып, облыс аумағында тұрғын үй секторындағы өрттердің алдын алу бағытталған профилактикалық шараларды бекітілген жоспарға сәйкес жүйелі түрде жүргізуде. Рейдтік іс-шаралар барысында халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын отбасыларға ерекше назар аударылады. Қазіргі уақытта департамент есебінде аталған санатқа жататын 778 отбасы бар. Профилактик іс-шаралардың бірінші кезеңде департамент қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, әлеуметтік осал топтарға жататын отбасылардың 100 тұрғын үйлерін аралады. 100% тұрғын үйлерін аралады. Нәтижесінде жеке тұрғын үйлерге 703 улы газ датчигі орнатылып, қамту деңгейі 90,3%-ды құрайды. Сонымен қатар төтенше жағдайлар департаменті, полиция департаменті, Қазақгаз аймақ азғыне қорғау қызметкерлерімен және еріктілер ұйымдарының қатысуымен ұйымдастырылып, облыс аумағында кең ауқымды профилактикалық жұмыстар жалғасуды табуда. Жылыту маусым басынан бастап, облыс аумағында жалпы 87 мыңнан астам тұрғын үй араланып, 239 мың адамға өрт қауіпсіздік талаптары түсіндірілді. Адамдар көп шоғырланатын нысандарға дауыс зорайтқыштар арқылы 623 хабарлама таратылды. Сонымен бірге облыс орталығында ірі базарлар мен сауда орталықтарында дауыс зорайтқыш арқылы халықты құлақтану жұмыстары жүргізілуде. Облыс аумағында адам көп шоғырланатын орындарда, ойын-сауық кешендерінде, базар мен сауда орталықтарында, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерде 112 Батыс КЗ интернет порталына бағыттайтын 4 мыңнан астам QR-код тақтайшалары орнатылды. QR-кодтарды сканерлеу арқылы тұрғындар өрт қауіпсіздігі бойынша қажетті ақпараттармен таныса алады. Бұдан бөлек LED экрандарда және кинотеатрларда өрт қауіпсіздігі тақырыбындағы бейнероликтер көрсетілуде. Облыстық білім беру басқармасымен бірлесіп, қалалық және аудандық білім беру бөлімдері арқылы мектеп оқушыларымен үгіт-насихаттау жұмыстарын жүргізу жоспары бекітілді. Қазіргі таңда облыс бойынша жалпы саны 371 мектептің 321-де профилактикалық жұмыстар толығымен жүргізілді. Бұл жалпы көрсеткіштен 85,6%-ын құрайды. Бұдан бөлек білім беру мекемелерінің көмегімен ата-аналарға WhatsApp мессенджерлер чаттарда өрт қауіпсіздігі бойынша бейнероликтер таратылуда. Сонымен қатар өрттің алдын алу және улы газбен улану фактілерін болдырмау мақсатында облыс аумағында SMS хабарламалар жіберіліп, облыстың барлық абоненттері қамтитын телеарналар мен радиоларда өрт қауіпсіздігі бойынша үгіт-насихаттық жұмыстар жүргізілуде. Жүргізілген жүйелі әр мақсатта жұмыстардың нәтижесі тұрғын үй секторының өрттердің саны тұрақтандырылды. Атап айтқанда 2025-26 жылғы жылыту маусымындағы барлық 88 өрт оқиғасы тіркеліп, 3 адам қаза тапты, жарақат алғандар жоқ. Бұл өткен 24 пен 25 жылғы жылыту маусымының ұқсас кезеңімен салыстырғанда өрт санының 30%-ға төмендегенін көрсетеді. Бұл бағытта профилактикалық жұмыстар жалғастырылуда. Айта кететін болсақ, тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін қатаң сақтауды маңызды. Олар электр сымдары мен розеткалардың жарамдылығын тұрақты түрде тексеріңіз. Екіншісі, қуатты тұрмысты техникалар бір розеткаға қоспаңыз. Үйден шығарда немесе түнгі қарай электр құралдарын өшіріңіз, немесе толықтай электр желісін ажыратыңыз. Пеш пен жылыту жабдықтарын уақытылы тексеріп отырыңыз. Газ құрылғыларын пайдалану кезінде қауіпсіз ережелерін сақтаңыз. Балалардың өртпен ойнауына жол бермеңіз. Өрт болған кезде көп қабатты үйлерде лифтіні қолданбаңыз. Өртті көрген жағдайда 101 немесе 112 номеріне қоңырау шалу қажет. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Общая ситуация по пожарам в Западной Казахстанской области. По состоянию на 2026 год на территории области зарегистрировано 20 пожаров, в результате которых погибли 2 человека. Пострадавших не зарегистрировано.
Материальный учет от пожаров не установлен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 2 пожара. Из общего количества зарегистрированных пожаров 15 произошли в жилом секторе, что на 6 случаев больше по сравнению с прошлым годом. По прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области совместно с местными исполнительными и заинтересованными органами на системной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров в жилом секторе на территории области в соответствии с утвержденным планом. В ходе рейдовых мероприятий особое внимание уделяется семьям, относящимся к социально уязвимым слоям населения. В настоящее время на учете департамента состоит 778 данной категории. На первом этапе профилактической работы сотрудники департамента совместно с местными исполнительными органами посетили 100% жилых домов социально уязвимых слоев. В результате установлено 703 датчиков угарного газа. Уровень охвата составил 93%. Кроме того, при участии сотрудников департамента, а также департамента полиции, АО «Казгазаймак», а также волонтерских организаций продолжается проведение масштабных профилактических мероприятий на территории области. С начала отопительного сезона обследовано более 87 тысяч жилых домов. 239 тысячам граждан разъяснены требования пожарной безопасности. На объектах с массовым пребыванием людей через громкоговорители распространено 623 информационных сообщения. Также в крупных рынках и торговых центрах областного центра проводится оповещение населения через громкоговорители. В местах массового пребывания людей, в развлекательных комплексах, на рынках и в крупных торговых центрах, а также в государственных учреждениях установлено более 4000 табличек с QR-кодами, ведущими на интернет-портал 112 Батыс-КИЗ. Сканируя QR-коды, жители могут получить необходимую информацию по пожарной безопасности. Кроме того, на LED-экранах и в кинотеатрах демонстрируются видеоролики на тему пожарной безопасности. Совместно с областным управлением образования через городские и районные отделы образования утвержден план проведения растительной работы со школьниками. В настоящее время профилактические мероприятия проведены в 321 школах из 371, что составляет 85,6% от общего числа. Дополнительно с помощью образовательных учреждений в родительских чатах, мессенджерах WhatsApp распространяется видеоролики по пожарной безопасности. Также в целях предупреждения пожаров и недопущения случаев отравления угарным газом на территории области осуществляется рассылка СМС-сообщений, а на телеканалах и радиостанциях, охватывающих абонентов в области, проводится информационно-расследовательная работа по пожарной безопасности. В результате проводимой системной и целенаправленной работы удалось стабилизировать ситуацию с пожарами в жилом секторе. Так, в отопительный сезон 2025-2026 годов зарегистрировано 88 пожаров. Погибло 3 человека, пострадавших нет, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом отопительного сезона 2024-2025 годов. Профилактическая работа в данном направлении продолжается. Важно строго соблюдать простые правила пожарной безопасности в жилом секторе. Регулярно проверять исправность электрических проводок и розеток, не подключать мощные бытовые приборы к одной розетке, при выходе из дома или ночью отключать электрооборудование или полностью отключать его от сети. Своевременно проверяйте печи и отопительные приборы. Соблюдайте правила безопасности при использовании газовых устройств. Не позволяйте детям играть с огнем. При пожаре в многоэтажных домах не используйте лифт. В случае обнаружения пожара звоните по номерам 101 или 112. Спасибо за внимание. Рахмет Елдос Нұрланұлы. Ақпараттық алаңымызға келіп түскен бірінші сұрақты өзіңізге қойсақ. Алғашқы сұрағымыз, профилактикалық рейдтер барысында қандай жиі кездесетін өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу фактілері анықталуда? Ең біріншіден ол пештің дұрыс қолданбауы, пешті қолданған кезде пештің құбырларын тазаламауы, және де оның қасына тез жанатын материалдарды қоюы, және пешті жағу үшін тез жанатын жанармайларын қолдануы, және де электро құбырлар тоқтың сымның дұрыс пайдаланбауы, айта кеткен бір розеткаға, удлинительға дейміз, көп бірнеше құбырлар қосылуы болады. Рахмет. Кезекті сұрағымыз, әлеуметтік нысандардың мектеп, балабақша, аурухана секілді жылыту маусымына дайындығын кім және қалай өтіп жатыр? Жылыту маусымына дайындығын ол сол мекемелердің басшылығы толығымен қарайды, бірақ оның үстінен тексеріп отыратын мен білім бойынша ол жергілікті атқарушы органдар.
Одан бөлек біздің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен жаңағы профилактикалық жұмыстар өткізіледі. Барған кезде кейбір құқық бұзушылықтар анықталған болатын болса, қосымша жеткізіліп, ол сол арада жойылатын болады. Түсінікті. Және де соңғы сұрағымыз, апат немесе жылу өшкен жағдайда тұрғындар қайда және қалай жедел хабарласа алады? Апат болған жағдайда жаңағы айта кеткенде 101-112 номеріне хабарласу керек. Және де бізде қалада апат болған кезде адамдардың жиналатын орындары, нысандары бар. Ол толығымен ақпаратты 101-112 номеріне звондап алуға болады. Яғни сіз мысалы бір мекен-жайда тұратын болса, сізге жақын арада араласқан жаңағы нысандардың мекен-жайын білу керек. Жақсы, рахмет. Алаңыңызға келіп ақпаратпен бөліскені үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен баспасөз мәслихаты аяқталды. Жақсы күнде жолыққанша аман сау болыңыздар. Рахмет.